Біздің сабағымыздың тақырыбы теңге алу, заттың атын білдіретін сөздер. Бүгінгі біздің сабағымызда сюжетті суреттің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береміз. Өлеңнің қатесін түзеп жазамыз. Сонымен қатар заттың атын білдіретін сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құраймыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызда теңге алу ойыны. Теңге алу ойыны жайында естіп көргендерің бар ма? Білеміз бе теңге алу жайында? Теңге алу ойыны бұл ұлттық ойындардың біреуі. Бұл ойынға бозбалалар мен жігіттердің атпен ойнайтын ойыны. Біз де осы ойынды ойнап көрейік. Ол үшін мен қазір сендерге сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға дұрыстап жауап беру арқылы сендер теңге жинаймысыңдар. Бірінші теңге алу үшін мен сендерге мынандай сұрақ қояйын деп отырмын. Қандай ұлттық ойындарды білесің? Жақсы, жарайсың, ала ғой теңгеңді. Келесі, кім деген сұраққа жауап беретін сөзге мысал келтір. Тамаша. Келесі сұрақ. Кімдер деген сұраққа жауап беретін сөзге мысал келтірейік. Өте жақсы. Кімдер деген сұрақтар, яғни бұл тек қана адамдарға ғана қойылады екен, е? Келесі сұрақ бізде не деген сұраққа жауап беретін сөзге мысал келтір. Жарайсың. Келесі сұрақ. Нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерге мысал келтірейік. Өте жақсы. Соңғы сұрақ. Теңге сөзін қатыстырып, сөйлемдер құра. Сөйлем құра. Бір ғана сөйлем құраймыз. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл суретте сәйгүлікке мініп алған боз балалар мен бойжеткендер ойнайтын біздің қазақ халқының ұлттық ойындары. Бұл жерде жаңағы бәйге ойыны, қыз қуу ойыны, көкпар және аударыспақ ойындары берілген. Сонымен, балалар, бүгін біз сендермен теңге алу ойыны жайында таныспақпыз. Ол үшін сендер алдымен менің ұсынып отырған видеома назар аударыңдар. Теңге алу ат спортына жататын ұлттық ойындардың бірі. Теңге алу ойыны тегіс жерде өткізіледі. Ойынға ересек адамдар ғана қатысады. Тегіс жерге шүберекке түйілген теңге тасталады. Ойыншылар атпен шауып келе жатып жердегі теңгені іліп әкетеді. Теңгені ат үстінен еңкейіп алған адам жеңімпаз атанады. Ол жүлде алады. Жақсы. Енді өздерің мына бізде кітабымызда берілген теңге алу ойыны атты мәтінді жақсылап оқиық. Жарайсыңдар, балалар. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Теңге алу ойыны қай жерде өтеді екен? Жақсы, тегіс жерде өтеді екен. Жарайсыңдар. Ал енді кім маған осы мәтіннің мазмұнын айтып беремін дейді? Тамаша. Келесі. Балалар, біз оқыдық, енді жазайық, жазуымызды. Ол үшін, балалар, біз дәптерімізді көлбеу қоямыз, аяғымызды қатар, кеудемізді түзу қойып, қаламызды дұрыс ұстауымыз қажет, Содан кейін барып, анау көркем жазуға берілген көкпар, бәйге сөздерін толтырамыз. Келесі бізде екінші жаттығу. Бұл жерде сөйлемдегі сөздердің орындары ауысып кеткен екен. Көкпар, мұхит қатысты ойынына бірінші сөйлемде. Яғни сөздерді орнына дұрыс қойсақ, дұрыс сөйлем шығады. Келесі, доп алаңда ойнады балалар. Қандай сөйлем шықты? Мұхит көкпар ойынына қатысты. Балалар алаңда доп ойнады. Жақсы. Осы сөйлемдерді көркем әдемі етіп дәптерімізге жазып, сөйлемдер құрадық. Келесі, өлеңде тиісті сөздерді қойып, дәптер оқимыз. Біздің жирен не нәрсе? Не? Құлын. Байқамаппын қашан? Бұрын. Желді басып озғандай, қатты шапты қашан?
Әрине, бүгін. Тағы бір рет оқып көрейік. Біздің жирен қолын байқамаппын бұрын. Желді басып озғандай, қатты шапты бүгін. Жақсы балалар. Келесі, өзім орындай аламын атты тапсырма. Бұл жерде мына әріптердің арасында сөздер жасырынып тұр екен. Осы сөздерді тауып алып, ол сөздерге сөйлемдер құраймыз. Жақсы, қандай сөздер? Күн, ауа, су деген сөздер екен, е? Мен мынандай сөйлемдер құрадым, ал сендер қандай сөйлем құрадыңдар? Күн деген сөзге бүгін күн жылы болды деген сөйлем құрадым. Ауа деген сөзге таза ауа денсаулыққа пайдалы. Келесі, су деген сөзге су тіршілік көзі деген сөйлем құрадым. Сендер қандай сөйлемдер құрадыңдар? Жарайсыңдар балалар. Енді сабағымызды аяқтайтын болсақ, ең алдымен сабағымыздан алған білімімізбен бөлісейік. Бүгін көп нәрсені үйрендім деген балалар мынандай смайлик қалдырсын. Мен аз ғана нәрсені үйрендім деген балалар мынадай смайлик қалдырсын. Ал жоқ, мен еш нәрсе түсінбедім десек, біз мынандай смайлик қалдырамыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.